Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді банафи пай деп аталатын ерекше пирогтың жасау жолын ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Торттан кем түспейді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 180 грамм електен өткізілген ұн, оның үстіне 100 грамм салқын сары майымызды саламыз. Осылай қолымызбен мұжып, крошка жасап аламыз. Одан кейін 50 грамм қант ұнтағын қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. Шым тұз саламыз. Және де 1 жұмыртқаның сарыуызын салатын боламыз. Осы заттардан жақсылап осындай 1 келкі жұп-жұмсақ әдемі қамыр илеп шығарамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін бірден формаға сала берсек болады. Формамыз 22 сантиметр диаметрде. Осылай 1 келке етіп формамызға жайып алғаннан кейін шанышқының көмегімен осылай тесіп шығамыз. Одан кейін кремін дайындай береміз. Ол үшін бізге 200 грамм 30% қою клейдин және де 50 грамм қант ұнтағын жақсылап миксерлеп аламыз. Міне біздің жаңағы қамырымыз пісіп шықты. 188 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз осылай қызарғанша. Одан кейін жылы күйінде бетіне варенка жағатын боламыз. Варенканың сапасына мән береміз. Менде тірі желание варенкасы. Осылай 200 грамм мөлшерінде жағамыз. Одан кейін 1-2 бананды осылай дөңгелек етіп турап салатын боламыз. Енді кезекте дайындап қойған кремімізді әдемілеп бетіне салу үшін осындай кондитерлік қалташаның көмегімен жасайтын боламыз. Ішіне насадкамызды саламыз. Және де креміміздің салуына ыңғайлы болу үшін осындай ыдыстың көмегімен кондитерлік қалташамызды жаңағы ыдысқа салып кремімізді салып алатын боламыз. Енді осылай бетіне әдемі етіп кремімізді жағып шығамыз. Құйып шығамыз. Бұл жерде өз қалауларыңызша әдемілеу, егер де бұндай насадкаңыз болмаса, жай ғана домалақ етіп түсіруге болады. Ол да әдемі көрінеді. Немесе кремді жай ғана қасықпен жағып шықсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Және де тез дайын болады. Бетіне какао себетін боламыз. Және де бұл пирогтың ерекшелігі бірнеше сағат күтпейміз, жаңағы сіңгенін немесе қатқанын күтпейміз, бірден жей беруге болады. Тек 1 сағат көлемінде тоңазытқышқа жай қойып қоюға болады. Тіптен асығыс болған жағдайда бірден кесіп жей беруге болады. Өте дәмді әрі ерекше болып шығатын пирог. Міндетті түрде 1 рет болсын дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын. Каналдағы барлық рецепттерді қарап, қолдап қойыңыздар.